Burada ne isteysinler kızlar? Yok bugün. Назым, Ау. бүгін түстен кейін не істейін деп жатсың? Бүгін сен келмей жоба қорғауға барамын сен ше? Бүгін түсте бір шаруаларым бар еді, соны бітіріп тастау керек. Мені айтар айтса бұл мен жоба Ей, не болды ей? Қолым жұлқымашы мен олай. Не болды? Сен не істеп жүрсің бұл жерде? Жұмыстарың бар деп едің ғой түстен кейін. Не болды саған? Өзім білемін ғой, мен сенен сұрамайтын шығармын. Неге маған өтірік айтасың? Бар, кетші ары қарай. Назым, тоқташы. Назым, атып кетіп қалдым. Ренжімеші. Сен өзің мында не істеп жүрсің? Мен мұнда қағаз шығаруға келген болатынмын. Жас балалар мен жасөспірімдер орталығында өткелі жатқан жоба қорғау байқауына қатыспақшымын. Соған сені көрермен ретінде шақырғым келген. Назым мен Ханзада шақырып болдым, жүріп кеттік. Дәл осындай мәртебе бірінші орын иеленген Бөкілік Назымды құттықтаймыз. Қалайсың, Назым? Менде бәрі жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Мына қолыңдағы не? Мен кешегі байқаудан бірінші орын алған болатынмын. О, жарайсың, құтты болсын. Рахмет. Айтпақшы, саған айтарым бар еді. Жақында жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығында жайдарман ойындары болады. Жеңген команданы облысқа жібереді екен, қатыссайшы. Қойшы оны. Одан да кеттік сабаққа кірейікші. Рахатына қолындағы кубокты қайдан алғансың? Айтпақшы. Мен саған айтуды ұмытып кетіппін. Алдында сен айтқан жайдарман ойындарына қатысып, жүлделі бірінші орынға ие болып, облысқа жолдама алдым. Мәссаған, мен сені қатты қуаныштымын, құттықтаймын. Рахмет. Кеттік, сыныптағылармен бөлісейік. Кеттік.